Армысыздар көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс ақпараттық агенттігі. Бүгінгі аптаның қорытынды жаңалықтарынан көретіндеріңіз. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Нью-Йоркке іс-сапармен барды. Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының жалпы дебатында не айтты? Ұлттық қордан балалар шотына ақша қашан түсе бастайды? Депутаттар заңды мақұлдады ма? Биыл Ұлытау облысы мектептеріне 400-ден астам мұғалім жетіспейді. Бұл дегеніміз шынымен ұстаз санының жетіспеуі ме, әлде мамандардың білімі жетіспегендігі ме? Қазақстан тарихында алғаш рет қазақ балуан әлем чемпионатынан алтын жеңді. Біз еркін күрес чемпион жайлы не білеміз? Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 17 және 21 қыркүйек арасында ақш-тың Нью-Йорк қаласында ресми іс-сапармен болды. Сапары барысында президент бірнеше елдің басшысымен, бизнес өкілдерімен кездесу өткізіп, саммит пен ассамблеяға қатысты. 20 қыркүйекте мәжілісмендер жалпы отырыста ұлттық қордан балаларға төленетін төлемдер мәселесіне қатысты түзетулерді қабылдап, Сенатқа жолдады. Сонымен қатар заң мақсатты жинақтарды және оларды төлеуді тоқтата тұру, тыйым салу, тәркілеу мүмкіндігін шектеу шараларын алушы қайтыс болған немесе қайтыс болды деп танылған жағдайда мұрагерлерін оларды алу құқықтарын белгілейді. 2024 жылдан бастап 18 жыл жиналған қаражат сомасы шамамен 3,5 мың ақш долларын құрайды. Ұлттық қордың жылдық инвестициялық кірісінің 50% балалар 18 жасқа толғанға дейін олардың арнайы жинақ шоттарына аударылады. Бұл қаражатқа олар болашақта тұрғын үй жағдайын жақсартып немесе білім ала алады. Тұрғын үй сатып алуға немесе жақсартуға Қазақстан аумағында ғана рұқсат етіледі. Ал білім алу үшін шетелдік оқу орнында оқуға мүмкіндік бар. Ұлытау облысы бойынша мектептерге 409, ал облыс орталығындағы мектептерге 125 мұғалім жетіспейді. Оқу орындарына әсіресе жаратылыстану бағытындағы пән мұғалімі жетіспейді. Жазғы демалыста педагог мамандарды жұмысқа тартуда қалалық, облыстық деңгейде бірсыпыра еңбек жәрмеңкесі ұйымдастырылған. Осылайша мектептерге 155 жас маман келген, алайда мәселе шешілген жоқ. Қазақстан тарихында бұрын болмаған еркін күрестен алтын медальді елге әкелген Ризабек Айтмұхан бар жоғы 19 жаста. Ол Белградта өткен сайыстың финалында әзербайжандық балуаннан басым түсті. Апта легі осымен тамам. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.